Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының төрағалығымен бөлім сағаты жобасы аясында кезекті жиын өтті. Жиын барысында діни басқарма жанындағы халал даму стандарттау және сертификаттау орталығының директоры Айбек Аташев есеп беріп, жұмыс жоспарымен бөлісті. Айбек Асқарбекұлы орталықтың зертханалық жұмысы, аудит жүргізу бағытындағы іс-шаралары, кәсіпорындарға халал белгісі бойынша сертификат беру тәртібі жайлы баяндама жасады. Оның айтуынша, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы халал даму стандарттау және сертификаттау орталығы осыған дейін 1727 кәсіпорынға арнайы сертификат берген. Оның 19-ын шетелдік кәсіпорын алған. Өткен жылы ХМДБ халал таңбасымен 10 мың тоннаға жуық өнім шетелге экспортталған. Жиында діни басқарма қызметкерлері халал стандарттау саласын дамытуға қатысты ой пікірлері мен ұсыныстарын ортаға салды. Бас мүфти орталық жұмысын жетілдіру бойынша нақты тапсырмалар жүктеді. Астанада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен қолжазбалар және сирек кітаптары ұлттық орталығы ортақ меморандум қабылдады. Қол қою рәсіміне діни басқарма төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы мен аталған орталық директоры Жандос Бегділдаұлы қатысты. Алаш қайраткерлері, біздің ата-бабаларымыз осы қазіргі біз танысқан кітаптардың барлығын дерлік оқыған кісілер. Олар негізгі алғаш сауатын молдалардан алған белгілі тарихтан. Абай атамыздың өзі медреседе тәлім алған жақсы білеміз. Мысалы, Абай жолы романының өзі қайтқанда деген тақырыппен басталады. Қайдан қайтты Абай атамыз? Медреседен қайтқан кезінен бастап Мұхтар Әуезов бабамыз Абай атамыздың өмірін жазған. Яғни осы кітаптарды Абай сияқты зиялы қазақтың тұлғалары, алаш қайраткерлері осындай кітаптарды олар оқып үйренді. Олар молда болған жоқ, олар зиялы болды. Яғни олар білімді болды, олар рухани білімді кісілер болды. Соның нәтижесінде руханияттан алған тәрбиенің негізінде қазақ ұлтына, қазақ мемлекетінің қалыптасуына, қазақ ұлтының мәдениетінің артуына, білімінің тереңдеуіне үлкен өзіндік үлестерін қосты. Іс-шарадан кейін бас мүфти орталықтың жұмысымен танысып, қызметкерлердің жұмысына сәттілік тіледі. Айта кетсек, мүфтият осыған дейін қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығына 150-ден астам құнды қолжазбаларды берген болатын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы Хусамуддин Ас-Сығанақ атындағы Ислам институтының Астана қаласындағы ижаза орталығында білім алған түлектеріне Құран ижазасы куәлігін табыстады. Республикалық бас мешітте өткен игі іс-шара қасиетті Құран аяттарын оқумен басталды. Алғаш сөз алған діни басқарма төрағасы оқу ордасының бүгінгі жетістігіне тоқталып, ұстаздардың ерен еңбегін атап өтті. Имам Науауи бір сөзінде ілімде үлкен жетістікке жетудің әуелгі қадамы Құранды жаттау. Өйткені ол бүкіл ілімнің анасы. Ізгі мұсылмандар Құранды толық жатқа білмейтін адамнан хадис немесе фиқ үйренбейтін деген. Алла тағала біздерге қасиетті Құранда Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва лақад яссарнал Құр'ана лиззикри фахал мим муддакир. Расында Құранды үгіт үшін оңайластырдық, ал сонда түсінушісі бар ма дейді. Ғұламаларымыз бұл аят жайлы тәпсір түсіндірмелерінде біз бұл Құранның сөздерін оқуға, жаттауға, мағынасы мен сырын терең түсінуге жеңіл еттік. Егер адам қасиетті Құранға бет бұрса, ұлы Алла ол адамға көздеген мақсатына жетуіне көмектесіп, жолын жеңіл етеді. Сондықтан Құран жаттау, оқу, түсіну өте жеңіл және өте мақтаулы амалдардан деген екен. Құран жаттаған сіздерге өмірде сәттілік, жолдарыңыз ашық, әрқашан Құранға қызмет ететін үлкен ұстаздардан болуларыңызды шын жүректен тілеймін. Айта кетейік, Хусамуддин Ас-Сығанақ атындағы Ислам институтының Астанадағы ижаза бөлімінде алғаш рет тәлім алған 13 шәкірт доктор Сабри Мұхаммед Абділазим Али, доктор Ясер Махмад Мурси Мұхаммед Сутухи және доктор Махмуд Мұхаммед Махмуд Хассаннан Асым қырағатының Хафс риуаятына сай Шатыбия жолы бойынша ижаза куәлігін алды.
Әрине, мұнда келген әр шәкірттің деңгейі әртүрлі болатын. Уақыт өте келе бәрі бір қалыпқа түсті. Барлығы да сондай ынталы. Құранға деген махаббаттары жоғары. Соңғы бір жылда бірінің тәжуидін, енді бірінің дауыс мәнерін қойып бағыттап, осындай дәрежеге жетіп отыр. Осы уақытқа дейін Құран ижазасын алу Қазақстанда мүмкіншілік болған жоқ. Осы ашылғанына 2 жылдай уақыт болды. Осы Құран қарилар үшін өте үлкен жеңілдік болды біздер үшін. Сол Нұр-Мубарак университетінің түлегіміз. Содан кейінгі біздің жоспарда осы Құран ижазасын алу болды мақсатта. Тек қана сол айтып өткендей шетелде ғана мүмкіншілік болғаннан кейін жоспарларым шетелге болған болатын, бірақ Алланың қалауымен, осы Хазіреті Муфтидің қолдауымен осы оқу ашылғаннан кейін бірден естіп осы жаққа өзіміздің жасап жатқан қызметімізді уақытша тоқтатып отырып, осында оқуға келдік. Және де осы қызметте жүріп оқуға келгендерге де жағдайлар жасалған, қаражат жағынан деген сияқты. Алла разы болсын. Ұстаздарымыз сол Әл-Асқар университетінен, Мысыр елінен келіп жатыр, және де Түркия елінен де келіп жатқан ұстаздарымыз баршасына Алла разы болсын. Өте кәсіби деңгейде 1 жылдың көлемінде болса да аз уақыттың өзінде үлкен көптеген білімдер берді. Және де осы Құран ижазасынан, Құраннан да бөлек біздерге тәжвид, ахлақ және де араб тілдерінен де қосымша сабақтар өтілді. 10 жасымнан бастадым. Қырғызстанда жаттап бастадым. 6 жыл Қырғызстанда жаттап, сосын осы жаққа ижаза алуға келдік. Құранға деген махаббатың болса, ары қарай өзін алып кете аласың. Ұстаздар тек бізге фундаментін қойып береді. Айтулы шара соңында діни басқарма төрағасы қарияларға жыл бойы дәріс берген мысырлық 3 ұстазға алғыс хат табыстап, сый сияпат жасады. Қазақстан қажылық миссиясы жұмысының бір бағыты пәтуа және сұрақ жауап. Бұл бағытқа жауапты миссия өкілі Қазақстан мұсылмандары діни басқарма шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Медет Құрмашұлы биылғы қажылық сапарында отандастарымыздың 1060 сұрағына жауап бергенін хабарлады. Алғашында ихрам халіне өту, ихрамда тыйым салынған және рұқсат етілген амалдар, михатқа қатысты сұрақтар келсе, Мина Арафат аймағына өтерде қажыларымыздың негізгі рәсімдерге қатысты сауалдарына жауап бердік. Одан кейін Құрбан айт күндері жамаратқа тас ату, Минада, Мұздалифада түнеуге қатысты сұрақтар қойылып, тиісті жауабын жолдадық, деді Медет Құрмашұлы. Айта кетейік, елімізден келген қажылар пәтуа маманына жеке кездесулерде, сондай-ақ телефон арқылы және әлеуметтік желі мессенджер арқылы сұрақ қоюға мүмкіндік алды. Одан бөлек қажыларымыз 16 тур операторға бөлінген 17 уағызшы имам арқылы да сауалдарына жауап алып отырды.